жолдасыма арналған тілегім. Жан жарым, өмір жолдасым, бүгін сенің 37 жасқа, мүшел жасына толған ерекше күніңмен шын жүректен құттықтаймын. Біз бірге отасқанымызға міне 16 жылдан асыпты. Осы жылдар ішінде талай қуанышты да, қиындықта бірге өткердік. Кейде ренжідік, кейде татуластық. Бірақ бәрінен де махаббатымыз бен сыйластығымыз жеңіп шықты. Аллаға шүкір, екі басымыз қосылып, бүгін де 4 баланың ата-анасы болып отырмыз. Бұл ең үлкен бақ, ең үлкен несібе. Балаларымыздың күлкісі мен амандығы екеуміздің еңбегіміздің жемісі. Қиындықта болды, жоқшылықта болды, кейде аш қалған күндеріміз де өтті. Бірақ бәрінен де бірге жеңдік. Алдымен Алланың, содан кейін сенің табандылығың мен еңбегіңнің арқасы. Қаншама ауыр жұмыстар істеп, шаршасаң да, отбасың үшін барын салдың. Бала-шағам аман болсын деп, еш нәрседен қашпадың. Қазір міне біз үшін Руднидің нөмірі 1 аспазы атанып, адал еңбегі мен нәпақа тауып жүрсің. Сол үшін саған мың алғыс жаным. Сен нағыз еңбекқор, ар-намысы биік азаматсың. Аллаға шүкір, намаз оқып, нәсіп пен ризықтың қадірін білетін адамға айналдың. Насбай, арақ, шылым сияқты жаман әдеттердің бәрін тастап, өзіңді де, өміріңді де тазарттың. Бұл ерекше ерлік, нағыз еркектік. Мен сенімен мақтанамын, сенде жарымның барына шүкір деймін. Сенің арқанда біз бақыттымыз. Тек бір өтінішім бар жаным. Өмірде кейде ашу келсе де, соңы жеңе біл, сабырлы болшы. Өйткені сен қаласан, бәрін жиналасын. Ал мен әрқашан сенің жанындамын. Біз сені жақсы көреміз. Алла бізге ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық, балаларымыздың қызығын бірге көруге жазсын. Біз жастықта қартайып, қол ұстасып жүре берейік жаным.